Армыз қазақ ұлты. Баршаңызға Алланың сәлем болсын. Қазақ дегеннің бір аты бар, қой деген. Сол қой туралы әңгіме айтайық. Қой дегеннің орысша переводында жалғыз ғана баран емес, қой дегеннің астарында переводында перестань деген де бар. Сол қойдың әдісімен мен бүгін сіздерге айтып берейін. Қазақ даласында қазір біз қазақ деген ұлт қой жегенді қойдық. Бірақ бізді Қазақстанда тұрып атқан өзге ұлттың бәрі қойдың етін жейтін болды. Біз жемейміз, жеркенеміз. Бізге окорочка болады да. Болмаса қалбаса, шошқаның еті солар бола беретін болды. Себеп біреу ақ. Ал енді сол қойдың етін біздің қазақ даласында тұрған ұлттар не үшін көп жейді? Енді мен сіздерге талдап берейін. Қойдың аш жеген адамның бойына вирус кірмейді. Қойдың ұлтабарын жеген адамдардың еш уақытта асқазанында кесел тұрмайды. Қойдың басын жеген адамда бүткіл витамин болады. Соның ішінде қойдың терісінен киім киген адамда еш уақытта мына рак деген ауру, және де мынау сусамыр деген ауру, содан кейін зоб деген ауру болмайды. Білесіздер ма, ата-бабаларымыздың киген киімдерінің бәрі қойдың терісінен екен. Соның ішінде Совет үкіметінің кезінде де қойдың жүнінен, түбітінен біз шарып тақтық, бас киім тоқып кидік, нәски тоқып кидік, свитер тоқып кидік. Осының бәрінде қазақ даласында зоб деген ауру болды ма, сусамыр деген ауру болды ма, қылтамақ деген ауру болды ма? 90%-ға бұлар болмады. Біз қалай осының бәрінен отказ бердік, бізде осы аурулардың бәрі қаптады. Енді оның мәнісіне қарсақ, қойдың жүнінде йод болады. Қой сойып ата-бабаларымыз баланы сүндеттегенде, сүндет жасағанда киізді күйдіретінде баса салатын. Неге? Өйткені ода йод бар, бірден жазылады. Екінші, қойдың жүнін киім киген адамға жылан жоламайды. Екінші, киіз тұрған үйге жылан кірмейді. Өйткені қойдың жүнімен ешкінің қылына еш уақытта жылан жоламайды. Одан кейін қара бүйен дейді ғой, қара шегетке, қара құрт адам шағатын. Олар да еш уақытта қойдың жүніне жоламайды. Өйткені қой деген мал сол қара бүйенді жеген кезде ғана семіретін мал. Сондықтан оны қуып жүріп, противоядиясы бар тек қана қой ғана. Және қойдың етінде 99 дәрумен бар. Осының бәрін білген қазақ қойдың етін бәрін жеген, және де қойдың құйымшағын, малдың құйымшағын айтқан ер азамат жемейді деген. Себеп қойдың құйымшағында 99 витаминнің калориясы тұрады, және де 8 көздің басында еш уақытта қандай да градуста болсын ермейтін металл болады. Оны неше түрлі сөзді айтады, оны қазақтар оны баяғыдан білген, оны ман деген. Алғашқы адамды жасайтын тас. Сол манға тек қана әйел азаматтар жегізген, өйткені ана құрсағында тастай берік болып тұру керек. Ал оны жеген ер азаматтардың баласы ат көтермейді деп айтқан. Неге? Ол көп болып кетсе ер азаматтарды, онда генетика әйел азаматтың құрсағындағы балада өзгереді деген. Осындай үлкен ғылыми дүниені бір қойдың ішінде ұстап тұрып, және қойдың терісімен бүгінге дейін сақтап келген қазақ бүгін окорочка тауық болдық. Енді бұның ең құдіретті күші қойдың терісінің. Әр кезде беліңді, бел тартпаны, соны тағып жүргенде еркектік қасиетті мықтап ұстады. Сондықтан ер азаматта еш уақытта простатит деген аурумен ауырмады. Бүгінде бұның бәрі қалды. Қазір біз иттердің бәрін жинап алдық. Скоро біз өз тілімізді тастап кететін ит боламыз. Бар болыңыздар ағайын.